Сәлем достар, бүгін сіздермен құрамында 3 қана заттан тұратын, өте оңай жасалатын осындай үй жағдайындағы сырды дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 литр сүтті құйып, газдың астын жағамыз. Сүттің майлылығы маңызды емес, мен осындай дүкендегі сүтті пайдаландым. Сүтке қосатын затымыз осы жұмыртқа мен қаймақ. 4 жұмыртқамызға 4 ас қасық қаймақты толтырып саламыз. Барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Біздің массамыз сұйықтау болады. Міне біздің сұйықтығымыз осындай болады. Енді бұны қайнағалы жатқан сүттің үстіне құйып жібереміз. Сүтті толық қайнатпаймыз. Енді бетінде көпіршіктер пайда болып, қайнауға жақын қалған кезде осы массаны құйып жіберу керекпіз. Осылай араластырып, астымен бірге қозғаймыз. Толық қайнаған соң газдың отын бәсеңдетеміз. Және сүтке дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Баяу отта осылай арасында араластыра отырып 15-20 минуттай қайнатып аламыз. Сол кезде біздің сүтімізде осындай іртіктер пайда бола бастайды. Толық қайнап біткен соң біз сүзбемізді сүзіп алу керекпіз. Міне осылай марлеге сүзіп аламыз. Марлеміздің астына осы сүттің сар суы ағып кететіндей бөлек ыдыс қойып қоямыз. Марлені орап, осылай сар суын тағы да басып шығарып аламыз. Енді осылай марлемізді байлап, үстінен ауыр зат қойып, осы сырымызды 3-4 сағатқа қалдырамыз. Міне мен осылай 5 литрлік су қоя салдым. Біздің 3-4 сағатқа қалдыру себебіміз сырымыз өзінің формасына келу керек. Міне біздің сырымыз дайын болды. Осылай әдемілеп кесіп, таңғы асқа, балаларыңызға ұсынсаңыздар да өте дәмді, оларға ұнайтыны сөзсіз. Егер менің видеом ұнап жатса, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен алдағы уақытта өте дәмді, ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған әсел, видеоны толық қарағандарыңыз үшін рахмет.